2021 жылдың 22 қыркүйегінде облыстық қауымдастық мұғалімдер күніне және тарих пен география мұғалімдерінің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі 30 жылдық мерейтойына орай бірінші халықаралық форумына дайындық дөңгелек үстелін өткізді. Іс-шараға білім беру бөлімі басшысының орынбасары Елена Викторовна Гонтарь, қауымдастық мүшелері мен ел арна телеарнасы үшін әлем тарих бойынша және бейне сабақтарын республикалық сараптамасын жасаған сарапшылар қатысты. Дөңгелек үстел жұмыс форматында өтті. Талқылаудың негізгі тақырыбы форумға дайындық болды. Дөңгелек үстел соңында 22 республикалық абай оқулары байқауының жеңімпаздары мен сарапшылар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталды.